Ақтөбеге театр салынады деген жағымды хабар өнер адамдары үшін қуанышты жаңалық болды. Мәдени нысанның ғимараты жаңарса, ұжымның көрерменмен бөлісер жаңалығы артып, мүмкіндігі одан әрмен молаяр еді деген пікірде. 20 жылдан бері Ақтөбеге театр әне салынады, міне салынады деп қаңқу әңгімелер көп болатыншы. Соған құлағымыз үйреніп қалған еді. Енді кеше президент келіп, аяқ астынан облыс әкімі Асхат Шақаров мырзаға мына Ақтөбеге жаңа театр салу керек деп тапсырма берген кезде біз еріксіз қуанып қол шапалақтадық. Өйткені ол театр деген тәрбие ошағы. Біз жастарды қалай тәрбиелейміз? Театрмен, өнермен, спортпен тәрбиелейміз. Театр деген ол қазақтың ұлттық құндылықтарын, өнерін, әдебиетін, мәдениетін, батырларын насихаттайтын орын ғой. Сондықтан да қазір біз Ақтөбені үлкейіп келе жатыр дейміз. Бізге жалғыз драма театр емес, бізге жастар театры керек, бізге сатира театры керек, бізге жас өспірімдер театры керек. Сондықтан да ол театр аздық етпейді.